Өте дәмді болып шығатын спагетти дайындаймыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, қуырып аламыз. Үстінен жуамызды салып қуырамыз. Ұсақтап тұралған сәбізімізді, перецімізді салып, араластырып, 2 бас чесногымызды, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, кез келген дәмдеушті және де бір ас қасық томатымызды салып араластырамыз. Үстінен суымызды құйып, 45 минутқа қоямыз. Үстінен спагеттимізді салып шығамыз, жаймен деп суға осылай батырамыз. Бетін жауып, 15-20 минутқа қоямыз. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Ас болсын.